Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымның тақырыбы мұнай мен газ өндірудегі басқару пультінің операторы және оның міндеттері мен дайындық жұмысы. Мұнай-газ саласы 10 жылдықта барлығымызға да белгілі көп деген үлкен елеулі өзгерістерге ұшырады десек болады. Бірінші кезекте олар компьютерленген жүйелерді, автоматика мен телемеханиканы енгізуге, яғни қатысты екені бәрімізге де белгілі. Бұл мұнайшылардың еңбегін жеңілдетуге, сонымен қатар көмірсутектерді өндірудің тиімділігін арттыруға үлкен мүмкіндік береді. Осы себептен біздер жеке мамандық бойынша тағы да бір мұнай-газ өндірудегі басқару пультінің операторы деген мамандық тағы да берілді. Осы мамандық бойынша бұл мамандыққа біз кәсіптік сипаттама беретін болсақ, мұнай-газ өндірудегі басқару операторы жұмысының мәні, яғни мұнай өндірудің автоматтандырылған жүйелерінің режимдерін бақылау болып табылады десек болады. Бұндай лауазым үшін үйреншікті термин, яғни мұнай-газ өндіру операторының диспетчері десек болады. Мұнай және газ өндірудегі басқару пультінің операторы жұмысының мәні, яғни бұл мұнай өндірудің автоматтандырылған жүйелерінің режимдерін міндетті түрде бақылап табылады. Телемеханика құралдарының көмегімен операторлар кең аумақ бойынша, яғни әр жерге шашыраған скважиналардың тұтас бұталарының параметрін, сонымен қатар газ бен мұнай шикізатын бөлу, сепарациялау процесін қадағалау болып саналады. Ең жалпы сипаттамаларда бұл топтық өлшеу қондырғыларының көмегімен барлығы да жүзеге асырылады десек болады. Дәл осы жерден мұнай өндіру параметрлер туралы деректерді оператор пультіне түседі. Телемеханика жүйесі, яғни негізгі параметрлерді өлшейді, сонымен қатар скважиналардың температурасын, қысымын, дебитін, сол скважинаның көп жүрісті ауыстырып қосқышының көрсеткіштерін, яғни ЖСМ деп айтылады, оны білесіздер, мұнай өндіруге жұмылдырылған жабдықтың жай-күйін, бұдан да басқа арнайы диспетчерлер қадағалап та отырады, сонымен қатар ақпаратты бірыңғай серверге жинап беру, оператордың мониторына, яғни көрнекі ақпарат түрінде процестің көрсетілуі болып табылатын нәрселердің барлығында осы диспетчерге жинап береді. Телемеханиканың жұмысы осы. Сонымен қатар, басқаша айтатын болсақ, басқару пультінің операторы кен орындарда болмай, мұнай өндірудің негізгі параметрлерін өлшей де алады. Сонымен қатар, процесті жедел түзете де алады. Ол орталық инженерлік технологиялық қызметтің, яғни ЦИЦ деп аталатын, сол ЦИЦтің басталуы мен оның нұсқаларын орындай отырып жұмыс жасайды. Сондай-ақ міндеттеме, оларға қаратын міндеттемелерді мысалға мыналар деп айтуға, яғни мыналар кіреді десек. Скважиналардың жұмысы және алынған өнім саны туралы есептер мен мәліметтерді дайындайды. Арнайы техника мен көлікті бөлу бойынша инженерлік қызметтерге, яғни өтімдер жасау, жер асты және жер үсті жөндеу бригадаларының жұмыстарын үйлестіру, сонымен қатар скважиналардың қосу және тоқтату бойынша бақылау және нұсқаулықтар беру, жаңа айтып кеткендей ЦИЦтан жедел бұйрықтарды өңдеу, скважина жұмысындағы барлық жоспарлы және жоспардан тыс өзгерістер, яғни енгізілетін болса, сол енгізілетін вақталық құжаттаманы жүргізу, сонымен қатар өндірістік және орталық технологиялық қызметке жөндеу барысы және авариялық жағдайлар туралы жедел ақпараттарды беріп отыру. Бөтенше, яғни басқаша айтатын болсақ, мұнай мен газды өндіруде басқару пультінің операторы өте маңызды және жауапты рөл атқарады десек болады. Ол кен орындағы барлық процестерді үйлестіреді. Енді бір айтылатын мәселе, яғни мұнай мен газ өндірудегі басқару пульті операторының біліктілігіне қойылатын талаптарды сіздерге ұсынайын. Яғни олар мыналар. Қызметкерлердің бұл категориясы жоғары біліктілікті, яғни қажет ететіні бәрімізге де белгілі. Олар кәсіпшіліктегі барлық жабдықтардың техникасы мен құрылғысына жақсы таңдалуы тиіс. Мұнайшы
яғни мұнайшы диспетчердің біліміне қойылатын талаптардың қысқаша тізбесіне тоқталатын болсақ, олар мыналар. Ол жұмыс істейтін кен орнының ерекшеліктері, мұнай газ және газ конденсатының өндіру процесі қалай ұйымдастырылатынын білу керек. Сонымен қатар өндірудегі игеру және интенсификациялау әдістерін білу қажет. Кен орнындағы жер асты және жер үсті жабдықтарының мақсатын білу қажет. Сонымен қатар скважиналарды күрделі және жоспарлы жөндеу қалай ұйымдастырылуын білу қажет. Сонымен қатар шикізатты тасымалдау және іріктеу схемалары, телеконтроль деп айтамыз, немесе басқару деп айтамыз, осының негіздерін толығымен білу керек. Телеметрия деректерін оқи білу керек, бақылау өлшеу аппаратураның мақсатын білу керек. Сонымен қатар осы операторлардың, яғни мұнай көз өндірудегі басқару пульт операторының жаңағыдай білікті маманына қойылатын талаптың бірі мынау деуге болады. Оператордың жеке қасиеттері, яғни жауапкершіліктің жоғары деңгейін арттыру керек, тәртіпті, яғни білу керек, тәртіптілікті деуге болады. Штаттан тыс жағдайларға тез жауап бере алу керек. Сонымен қатар жақсы маманға сондай-ақ мұқият және жақсы ұйымдастырушы қабілеті қажет. Және өзінің білгенін, өзінен кейінгі жаңағыдай жас маманға үйрету керек. Әрине, кезекші ауысым кезінде пульттің артында бір диспетчер отырады. Алайда сол тәжірибелі қызметкер өзінің аз тәжірибелі әріптесін жаңа айтып кеткендей сақтандыра білу керек. Өзі автоматты түрде бір жерге мысалға ауысатын болса, автоматты демейік, міндетті түрде бір жұмыспен ауысатын болса, сол кезде жаңағы тәжірибелі қызметкер өзінің бар тәжірибесін жаңағыдай көмекші операторға үйрету керек. Яғни көмекші оператор, диспетчер дедік, соған үйрету керек. Сонымен қатар бұдан басқа ол кен орнының табысты жұмысы үшін жеке жауап беруі тиіс. Қай жерде болмасын, тіпті мұнай өндіру саласында қолменен өлшейтін болса да, немесе осы телемеханикада өлшейтін болса да, барлық жерде, бұлардың барлығы да техника қауіпсіздігін сақтау керек. Яғни өзінің жеке бас құралын орындау керек, яғни үнемі сонымен болу керек. Жеке бас құрылғыларына не жатады? Жеке каскасы, противогазы, газ анализаторы, газ сигнализаторы, бұлардың барлығы да поверкадан өтіп тұру керек. Бұл жұмысты атқаратын маман, жаңа мен төмен жоғарыда айтып кеткендей, барлығы да жаңадай осыны білуге тиісті, мамандандырылған, 18 жасқа толған, осы мамандық иесі жасауы тиіс.